Баршаңызға сәлем достар, түс жору каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі түс жору түсімізде үйімізді көрсек деп аталады. Видеоның соңына дейін көріп, егер осындай түс көрсеңіз, комментарий қалдыруға ұмытпаңыз. Ал ендеше бастайық. Ибн Сириннің түс жоруы бойынша, егер адам өзінің үйін көрсе, рызық неспесінің артатындығын білдіреді деген. Ал егер ауырған адам түсінде үй салып жатқандығын көрсе, ауруынан жазылатындығын білдіреді. Түсіңізде үйіңіздің жарқырап тұрғандығын көрсеңіз, әйеліңіздің жақсы екендігін білдіреді. Егер де сіз түсіңізде үйіңізді бұзып жатсаңыз, басыңыздан бір қиыншылықтар өтіп жатқандығын білдіреді. Егер де сіз түсіңізде жаңа үй сатып алып жатсаңыз, жақсы әйелмен тұрмыс құратындығыңызды білдіреді. Түсіңізде үйіңіздің қараңғы болып кеткенін көрсеңіз, үйіңізде ұрыстың көбейгенін білдіреді. Түсіңізде үйіңізді көрсеңіз, бұл сіздің денсаулығыңыздың жақсы немесе жаман екенін білдіруі мүмкін. Егер түсіңізде көрген үйіңіз жақсы болса, денсаулығыңыз жақсы екендігін, ал нашар үй денсаулығыңызды нашар екендігін білдіреді. Егер түсіңізде үйіңіздің есігі ашық болса, әйеліңіздің жомарт екендігін білдіреді, ал егер жабық болса, сараң екендігін білдіреді. Түсіңізде кішкентай үйіңіздің үлкейіп кеткендігін көрсеңіз, басыңыздағы барлық қиыншылықтардан құтылып, жақсы өмір бастайтындығыңызды білдіреді. Егер түсіңізде үйіңіздің мешітке айналып кеткенін көрсеңіз, сіздің өте жомарт адам екендігіңізді білдіреді. Егер түсіңізде үйіңізді біреулер бұзып жатқандығын көрсеңіз, сіздің айналаңызда жаман адамдар бар екендігін білдіреді. Достар, егер осы видеомыз ұнаса, лайк басып достарыңызбен бөлісуге ұмытпаңыз. Келесі видеоларды өткізіп алмас үшін каналға тіркеліп қоңырауды басып қойыңыз. Сау болыңыздар.